Assalomu alaykum. Bugun bizda Hyundai Grandeur sentralniy zamok semit. So'g'an biz aktuatorni cheshib oldik. Mana yerda zamog'imen birga. Оны қалай шешем десеңіздер, кейбір адамдар біледі, кейбір адамдар білмейді. Қарапайым адам шешетін болса, яғни мастер емес деген ғой енді. Күнде қолына кілт ұстамаған жандар болса, соларға қатысты. Бірінші обшивкасы шешіледі. Ол обшивкасында қайтсем болады. Мына жерінде бір болты болады. Мына жерінде бір болты болады. Мына астында. Осы жерінде болт шешіліп, картасын шешіп аламыз. Аларды ажыратамыз. Жалпы мен бұяғына шешіп алған бұлар. Штекерлер ажыратылады. Одан кейін мынаны шешіп алу үшін мына осыны. Мына жерде мынау бүйтіп тұрады. Айналдыра болт болады міне ондық. Ондық болт бәрін шешіп аламыз. Одан кейін бері қарай шыға салмайды бұл. Мына жерінде екі тесігін көрдіңіздер ме? Екі тесігі бар мына жерде. Соны мына жерде айнаны шешіліп алатын ондық екі болты болады. Сол айнаны шешкеннен кейін барып, ол картасы былай бөлек шығады. Мынандай проводкалардың бәрі клипсидан жан-жақтарында мына жерлерде айналып тұрады. Одан кейін мына жердегі 3 болты болады. 3 болтын шешеміз. Мына жерде пластмастан ажыратылады мынау. И аккуаторы шығып келеді. Жалпы сол мына айнадан ажыратпасаңыздар, мына айнаны ұстап тұрады мынау ғой жалпы. Екі тесігі бар өзінің. Мынандай заглушка пластмастар болады. Соны шешсеңіздер көрініп тұр. Сол замокты қалай шешем десеңіздер, осылай шешіледі. Жалпы сол, Аллах сіздерге береке берсін, пайдалы етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.